күнделікке кіргеннен кейін бағдарлама басқаннан кейін мына жерде күнделік меню деген тұрады. Ашуды басасыз. Сосын мына жерде өзі столовый не жайлы тұрады. Информация. Редактор өйтті басасың. Басқан кезде осындай меню шығады. Біз мына менюдің бәрін толтырып қаламыз. Толтыру үшін мысалға октябрьдің 3-і неге добавить блюдо дейді. Бесплатно таңдайсың мына жерге. Блюдо мысалы айран құрамы жазып сохранить деп басасың. Мына жерге фотосын да добавить етуге болады былайша. Сосын все, сохранить, сосын сохранить еткеннен кейін мына жерде төмен жағында жариялау деген шығып тұрады. Соны басып жібересің, сол кезде мынандай жасыл болып жарияланады. Каждый апта, каждый күнді сөйтіп толтырып шығасың, болды. Буфетті тоже добавить етуге болады блюдосын. Біз әзірше менюді ғана добавить етіп қалдық.